Ассаламуалейкум достар, жануарлар әлемі табиғат тартуының тамаша жаратылыс бөлігі. Табиғаттың төл перзенттерінің ерекшеліктері мен жұмбаққа тола сан алуан деректер қоры адам баласын еріксіз таңқалдырады сөзсіз. Солай стандартты қалыптан сай жан-жануарлар тек көзге ерекше болып көрінбей, табиғатта өзінің ерекше орындарын иемденіп отыр. Әрбір дүниенің ең үлкен және ең кішкентай тұсы болғандықтан, бүгін QLife арнасы сіздерге ең кіші және ең үлкен жануарлардың тізімін көрсететін болады. Ал видеомыз басталмай жатып, арнамызға тіркеліп кетуді ұсынамын. Жай ғана осы видеоның астындағы қызыл подписация батырмасына басып кетіңіз. Әрине, үлкен лайктарыңызды да басуға ұмытпаңыз. Ал біз болсақ, бастаймыз. Кішкентайында бәрі әдемі демекші, балалық шақта бәрі де сүйкімді, бәрі де әдемі. Тіпті сол қалпында қала берсе дейміз. Алайда жануар болсын, адам болсын, өсе келе ерекше тартымдылығы азая бастайды. Ал егер сол қалпында кішкентай болып қалса ше, мысалы марғаулар қандай сүйкімді. Мысығыңыздың кішкентай қалпында қалғанын қалар ма едіңіз? Ал мына мысықтың иесі олай армандамайды, себебі оның арманы бәлкім орындалып та қойған болар. Бойы 7 сантиметр, ал денесінің ұзындығы 15 сантиметрді құрайтын бұл ерекше мысықты марғау деп ойлайсыз ба? Жоқ, бұл ересек мысықтың өлшемі және оның салмағы тіпті 1,5 килограммға да жетпейді. Ол ерекше мысықтың аты мистер Пиблз. Ересек мысық деуге келмейтін, жоғарыдағы өлшемге жеткен соң Пиблз өспей қалған. Оның себебі генетикалық ауытқушылықтан екені анықталған. Алайда мысықтың дені сау, ойнайды, жүгіреді. Пиблз әлемдегі ең кішкентай мысық ретінде Гиннес рекордтар кітабына енген. Ал әлемдегі ең үлкен мысық лигр деп аталады екен. Әрине, ол үй мысығы емес, өйткені мысықтардың соншалық үлкен болып өсуі мүмкін емес. Лигр арыстан мен жолбарыстан пайда болған жаңа мысық тұқымдас болып табылады. Ойлап көріңізші, ересек арыстанның ұзындығы 2,8 метр болса, лигр 3,7 метрге дейін жетеді. Лигр мысығының салмағы 408 килограмм, азығы ет және сүт. Күніне 45 килограмм ет жейді. Көп мөлшерде тамақ жейтін бұл мысық түрі бір жылда 700 килограмм салмақ қоса алады. Құстар өте ерекше тіршілік иелері. Мысалы, колибри әлемдегі ең кішкентай құс болып саналады. Оның көлемі бар болғаны 7 сантиметрді құраса, салмағы 2 грамм болады екен. Көзге елестетудің өзі қиын әрі қызық. Колибрилер тез ұшады, әрі ұшу бағытын үнемі өзгертіп отырады. Кейбір ұсақ түрлері қанаттарын секундына 80 рет қаға алады. Тұмсықтары жіңішке әрі ұзын, кей түрінде иіліп келген, гүл шырындарын соруға бейімделген. Олар гүл шырындарымен, ұсақ жұмсақ жәндіктермен, өрмекшілермен қоректенеді. Тағы бір ерекшелігі бар, ол артқа ұша алатын жалғыз құс болып есептеледі. Сондай-ақ ұяны жасайтында, балапан басатында анасы екен. Енді ең үлкен құсқа келетін болсақ, ол түйе құс. Ол осы күнгі тіршілік ететін құстардың ішіндегі ең ірісі. Биіктігі 2,7 метр, салмағы 130 килограммнан асады. Африканың саванна және шөлейтті аймақтарында таралған. Қысқа аралықта, әсіресе қауіп төнгенде 72 км сағатқа дейін шапшаң жүгіре алады. Бұл құстардың жұмыртқаларының өзі ең үлкен болып келеді. Салмағы 1 келіден басталып 1,5 килограммға дейін жетеді. Әлемдегі ең кішкентай жылан ол тетракейлостома деген жыланның түрі. Ұзындығы не бар 10 сантиметрге дейін жететін жылан кей құрттың түрлерінен де кішкентай болып келеді. Ол құмырсқалармен қоректенеді және оның осындай кішкентай болуы құмырсқа илеуіне кіріп кетуіне мүмкіндік береді. Қазіргі заманғы ең үлкен жылан ол анаконда. Оның орташа ұзындығы 5-6 метр, ал 8-9 метрлік алыптары жиі кездесіп тұрады.
Жаңа Зеландияда әлемдегі ең кішкентай шаянның түрлері мекен етеді. Олардың ұзындығы 2 сантиметрге дейін әрең жетеді. Тіпті бұл шаяндардың үстінде басқа жәндіктердегідей хитин да болмайды. Олар паразитарлы өмір сүреді. Мидий тәрізді су иелерінің ішіне кіріп, өз тіршіліктерін жалғастырады. Сіз қазір таң қалатын шығарсыз, бірақ ең ірі шаянның тек аяғының ұзындығы 3,8 метр болып келеді. Ал салмағы болса 30 килограмнан асып түседі. Жапондық өрмекші шаян атты бұл құбыжық теңіз астында мекен етеді. Басқа шаяндар ұқсап жағалауға шығатын болса, бұл алып көптеген адамдарды қорқытатын еді. Ең кішкентай тасбақа Homopus signatus атты. Оның ең ұзыны 10 сантиметр болып келеді. Ойлап көріңізші, мұндай тасбақаны қолда ұстап тұру сондай керемет шығар. Кішкентай қосмекенді кез келген адамда еріксіз таң қалдыру әсерін тудырады. Ал ең үлкен тасбақа піл тасбақалары немесе сейшелдік, салмағы 385 килограмды құраса, ұзындықтары 1,5 метрге дейін жетеді. Сонымен қатар теңіздегі терілі тасбақаның ұзындығы 2 метр, салмағы шамамен 600 килограмды көрсетеді. Ең кішкентай қолтырауын ергежейлі қолтырауын. Оның ересегінің ұзындығы 190 сантиметрге әрең жетеді. Ол судан көрі құрлықта көп тіршілік етеді. Ергежейлі қолтырауын кіші балықтармен қоректенеді. Себебі ол аңшы болғанымен үлкен жануарларға оның әлі жетпейді. Әлемдегі ең үлкен қолтырауын теңіз қолтырауыны. Ол Үндістанда, солтүстік Австралияда және Фиджи аралдарына мекендейді. Бұл қолтырауының ұзындығы 7 метрге, ал салмағы 1 тоннаға дейін жетеді. Ұзындығы 5 метр болатын өкілінің салмағы кемінде жарты тоннаны құрайды екен. Алайда, аналық қолтырауының жұмыртқасының көлемі қаздың жұмыртқасынан үлкен емес. Әлемдегі ең кішкентай бақа Ноблела. Оның кішкентайлығы соншалық ересек кезіндегі ұзындығының өзі 12 мм. Ноблеланы байқап қалу өте қиын, себебі ол тек кішкентай бола қоймай, реңінде қоршаған ортаға сай болып келеді. Олар оңтүстік Перудың мәңгі жасыл ормандарында мекен етеді. Әлемдегі ең үлкен бақа Голиаф деп аталады. Алып қосмекендінің салмағы 3 келіге дейін барады, ал ұзындығы 90 сантиметр. Голиафтың мықты аяқтары 3 метрге дейін секіруге мүмкіндік береді. Басқа бақаларға қарағанда ол тек таза суда жүруді ұнатады. Мінекей достар, бүгін біз әлемдегі ең кішкентай да ең ірі жан-жануарлар жайында айтып бердік. Видеомыз ұнаған болса, лайк басып кетіңіз. Ол біздің еңбегіміздің бағасы болып келеді. Әрине, арнамызға да жазылуға ұмытпаңыз. Қуанышта жүздескенше сау болыңыз.